Сәлеметсіздер ме, ата-аналар мен балақайлар? Бір-бірімізге жақсы тілек айтудан жалықпайық. Аспанымыз ашық болсын, еліміз аман болсын, деніміз сау болсын, ата-анамыз аман болсын. Қайырлы күн бәріңе. Мен өздеріңмен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Бүгінгі оқу қызметіміз сауат ашу негіздері бойынша өтеді. Сауат ашу оқу қызметі бізге нені үйретеді? Дыбыстар мен әріптердің айтылуын, көркем жазуды, сауатты оқуды, сөздерден сөйлем құрауды үйренеміз. Дыбыстарды не істейміз? Дыбыстарды естиміз, айтамыз. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар болып. Әріптерді ше, әріптерді көреміз, жазамыз, оқимыз. Әріптерден не құралады? Әріптерден сөздер мен сөйлемдер құрайды екенбіз. Балалар, бүгінгі оқу қызметінде танысатын дыбыс пен әріпті мен жұмбақ арқылы таныстырғым келіп отыр. Олай болса, зер салып, тыңдап отырайық. Ойнайық та ойлайық, қандай жұмбақ болса да, шешпей оны қоймайық. Ал балалар, аналар бастарына тағады, сұлуланып кетеді. Бұл не екен? Орамал. Жабайы аңдар мекені. Білесің бе сен оны? Бұл не екен балалар? Жабайы аңдар қайда мекендейді? Орман. Орман көріп тұрмыз, е? 4 аяғы, арқасы бар, еті жоқ, қаңқасы бар. Бізге ол қажет, біз оны пайдаланамыз. Ол орындық екен. Бұйымдар мен заттарды сәндеу үшін көрнекті. Қиында болса қиналмай, мен үйрендім өрнекті. Балалар, бұл бізге сәндік үшін керек екен. Ол не екен? Ою. Ою. О әрпі. Біз бүгін о әрпімен басталған жұмбақтарды шешіп отырмыз. Олай болса, бүгін танысатын әрпіміз біздің о әрпі екен. О әрпін көріп отырмыз. Әріпті көреміз, жаза білеміз. Ал дыбысты табу үшін балалар, тапсырманы орындайық. Мен айтайын, сендер мұқият бірге қайталап отырыңдар. Оюда бармын, аюда жоқпын. Оюда бармын, аюда жоқпын. Қандай дыбыс естіп тұрмыз, балалар? Ою дегенде о дыбысын естіп тұрмыз, е? Допта бармын, атта жоқпын. Доп, ат. Қай дыбыс екен, балалар? О дыбысын естіп тұрмыз. Оймақта бармын, қаймақта жоқпын. Оймақ. Қаймақ. Оймақта о дыбысын біз естіп тұрмыз. Біз қандай дыбысты таптық, балалар? Біз о дыбысын тауып отырмыз. О дыбысын айтқанда, балалар, бізге тіліміз де, тісіміз де, ерніміз де кедергі жасамайды екен. Демек, о дыбысы дауысты дыбысқа жатады екен. Өйткені біз о дыбысын айтқанда, дауысымыз ашық, анық айталдық. О әріп таңбасы, балалар, неге ұқсайды екен? Мына суретке қарап, біз оны таба білейік. О әріпі допқа ұқсайды екен. Біздің күнде ойнайтын добымызға ұқсайды екен. Және күлше нанға ұқсайды екен. Ал біз жақсы көріп, ойнайтын, айдайтын көлігіміз ол велосипед. Велосипедтің дөңгелегіне ұқсайды екен. Олай болса, о әрпі түрлі заттарға да ұқсас келеді екен. Ал ендеше балалар, мен сендерге о дыбысымен әрпі кездесетін өлең жолын оқып берейін. Мұқият тыңдап алайық. Отан сенің атанаң, отан
досың бауырың, отан туған астанаң, отан өлкең ауылың демекші балалар. Бүгін осы өлең жолын біз есімізге сақтап, үйде ойлап, өзіміз жаттап үйренейік балалар. Біз әрдайым өз отанымызды жақсы көреміз, балалар. Сондықтан да отанды құрметтеп, осы өлеңді жаттап, есімізде сақтап алайық. Балалар, мені тыңдап, назар салып тыңдағандарыңа көп рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар.